Сәлем кәсіпкер, есімім Руслан, мен де өзің сияқты кәсіпкермін. Кіші және орта бизнесті жүйелеу, финансын реттеу бойынша маманмын. Менде өзімнің бірнеше проекттерім бар. Қазіргі таңда финансы учетты реттеу бойынша қосымша негізін қалаушымын. Осы видеодан сіздерге финансы учетты бизнесте қалай жүргізу керек, біздің осы пайда қосымшасын қалай сіздер өздеріңізге икемдеу арқылы, дұрыс пайдалану арқылы бизнестеріңіздің нақты пайдасын анықтап, кірісі мен шығысын біліп, келесі деңгейге қалай шығуға болады, соны сөйлесетін боламыз. Сондықтан да видеоны соңына дейін көріңіздер, міндетті түрде бірме-бір айтылған нәрселерді орындап отырыңыздар. Соңғы 5 жылда кәсіпкерлердің ішкі кухнясына кіріп бизнесін жүйелеу барысында өкінішке орай көптеген кәсіпкерлерде ақшаға немқұрайлы қарайтынын байқадым. Кірісі мен шығысын есептемеуі, поставщиктермен жаңағыдай ақша айырмасы дұрыс болмауы, соның кесірінен кассовый разрывтар, сотрудниктермен жаңағыдай командасына айлықты уақытылы берілмеу, ол қарым-қатынастың бұзылуына алып келеді. Өкінішке орай кей жағдайларда финансовый проблемалардың бизнесінің ол отбасылық ажырасуларға да себеп болады. Сол нәрселердің алдын болдырмау үшін осы нәрсені дұрыстап қазірден бастап жүйелі түрде істейтін болсақ, біздің бизнесіміздің дамуына оң әсер етеді. Жалпы финансовый учет дегеніміз ол кәсіпкерлерге денсаулық сияқты. Біз кәсіпкерлер ауырмағанша денсаулықтың қадірін білмейміз ғой. Тура сол сияқты бізде кассовый разрывқа кіріп, пока ақшаның жаңағыдай басқарудың маңыздылығын түсінбегенше оған көңіл бөлмейміз. Егер де сіздерде жаңағыдай қазір кассовый разрыв әртүрлі осындай финансқа байланысты проблемалар болып жатса, сіздерге міндетті түрде қолдану керек болады. Уже кеше бастау керек еді. Егер де сіздерде барлығы жақсы болатын болса, сіздер маржаның барлығын есептеп, барлығы сіздер шамамен хотя бы ойыңызда жүрген болса, оны міндетті түрде бүгіннен бастау керек. Неге? Өйткені ауырмай жатып, оның жолдарын іздеген тиімді болады сізге. Сондықтан да бұл видеоның соңынан көріңіздер, асықпаймыз. Ең басты беретін кеңес бұл авторежиммен жаңағыдай өткізіп жүрмейміз. Жалпы бұл видео 6 бөліктен тұрады. Шамамен сіздердің жаңағыдай 20 минут уақыт алады. Ол уақыт сіздерді жаңағыдай егер тиімді пайдаланатын болсаңыздар, алдағы уақытта тек қазіргі бизнестеріңіз емес, болашақтағы бизнестеріңізге де оң әсерін тигізеді деген ойдамын. Сондықтан да сол алдағы уақытта, алдағы видеоларда жолыққанша.